Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазақты аштықтан сақтап қалған тағам туралы айтатын боламын. Ұлттық асханамызда қыз баласына деген ерекше пейілді білдіретін дәмдер көп. Солардың бірі быламық. Бұл дәм жаңа босанған келіншектерге арнап әзірленеді. Оны ішкен жас ана қалпына тезірек келеді. Сәбиге пайдасы сол, іш шаншуын болдырмайды, әрі тез жетілуіне сеп. Быламықты дайындау үшін ұн, сүт, құйрық май, тұз және құмшекер қажет. Біреу білсе, біреу білмес. Быламық ашаршылық жұрт жылдары халқымыздың негізгі тамағы болған. Ата-бабамыз күндіз бидай қуырып, кешке быламық ішіп күнін көрген. Түн түскенде аш адамдардан қорқып, есік терезені бітеп жататын болған. Бәріне көндік, шыдадық, жоқтан барды құрадық, алғы тердік, тау кесіп, ақтабан болып шұбадық. Түске кіріп быламық таппай жыладық, жұттан жанды сақта деп Алладан рахым сұрадық деген өлең жолдары соған дәлел. Егер видео ұнаса, видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.